20 этаждық үй салдық, 18 этаждық үй салдық. Бізде былайша айтқанда қатты демалатын уақыт та жоқ. Менің қызметім осы құрылыс алаңына жауап берем толықтай, сапасын, жұмыс барысын, жұмысты ұйымдастыру жағынан. Бүкіл 3 ағамда құрылыс саласында істеген. Кезінде туған анам маляр болып істеген, ішкі жұмыста, стройкада. Былайша айтқанда жанұямыздың бәрі осыдан өткен. Полный қарап өтеміз. Кешегі күннен салыстырғанда не бітті, мысалға не бітпеді. Айналдыра былай полный қараймыз. Құрылысшы адамзат тарихымен бірге жасасып келе жатқан маңызды мамандық. Олардың еңбегінің арқасында қалалар мен ауылдар көркейіп, инфрақұрылым дамып, адамдардың өмір сүру жағдайы жақсарып жатыр. Құрылыс өнерінің тарихы өте тереңде жатыр. Ең алғашқы құрылыстар палеолит дәуірінде пайда болған қарапайым баспаналар еді. Кейін ежелгі Мысырда пирамидалар, Қытайда Ұлы Қытай қорғаны, Рим империясында Колизей сияқты керемет құрылыстар салынды. Ал 20-шы ғасырда технологияның дамуы құрылыс саласына үлкен өзгерістер әкелді. Темір, бетон, болат конструкциялар, жаңа құрылыс материалдары мен технологиялары пайда болды. Бұл әлемнің түкпір-түкпірінде аспанмен таласқан зәулім ғимараттар мен көпірлер салуға мүмкіндік берді. Дегенмен сол таңдай қақтыратын алып нысандардың жобасын сәулетшілер сызып, параққа түсірмесе де, қара жұмысты, негізгі жұмысты қарапайым жұмысшылар, құрылысшылар салып жатыр. Бүгін біз солар жайлы баяндаймыз. Күнделікті күнім менде таңғы 6:30-да басталады. 6:30-да тұрамыз. Жұмысқа жиналу бастаймыз. Шай пай ішеміз. Автокөлікті қыздырып, киініп, үйден шығып, жұмысқа жету үшін шамасында бір 30 минуттай уақыт кетеді. Жұмысқа 7-тен 45, 7-тен 50 кеткенде келеміз, 8 болмай. 8-де уже біз бәріміз өзіміздің кабинетімізде бәріміз жиналамыз. 8-ден 10-15 кеткен кезде техника қауіпсіздігі ережесін өткіземіз. Инструктаж сөйтіп, инструктаждан кейін бізде күнделікті обход болады. Не болады? Ау? Сұйық болып кетті? Қазір вибратор саласында, осы кезде нормально болады ол. Если дальше больше 2, 3, 4 бадия сұйық бола берсе, маған звондап айтыңдар, қаршы. Күнделікті обходты, мысалы 8-10, 8-15-тен кеткен кезде техника қауіпсіздік ережесін өткіземіз да, обходымызға шығамыз. Обходты, мысалы, басқа біздің әріптес пirattар ар жақтан бастайды, кім бер жақтан бастайды, біреулер паркинг астынан үстінен бастайды. Мен, мысалы, кез келген жерден бастай беремін, мысалы, менде, мысалы, мына жерде қазір монолиттік жұмыстар жүріп жатыр. Оны балдар 2-3 күн апалыпсын жапты, енді қазір бетон құю несі болып жатыр, жұмысы болып жатыр. Оны, мысалы, дайындап атқан кезде арма каркасын келіп тексереміз. Дұрыс па, дұрыс емес па? Менің қызметім осы құрылыс алаңына жауап берем толықтай, сапасын, жұмыс барысын, жұмысты ұйымдастыру жағынан. Командамда жалпы 7 кісі бар. Соның бірі, мысалы үшін, Жасұлан. Жасұлан бізде тиянақты жігіт, жұмысын абыройлы атқара алады. Жұмыс ұйымдастыру жағынан да құрылысшылармен сөйлесу қабілеті де жақсы, жоғары деңгейде. Берілген жаңағы тапсырмаларды уақытылы орындап отырады. Жұмыс жүргізу жағы керемет, бәрі жақсы. Мен жұмысымда ойнайтыным, былай қарасам, бәрі ойнайды. Енді осы құрылыс саласына енді армандап келген шығармыз, жастайынан көріп, әкелерімізден көрдік, ағаларымыздан көрдік. Енді ол салаға жастайынан бастап енді әрбір мамандықты таңдап барасың ғой, мысалға. Геологсың ба, құрылысшысың ба, шопырсың ба, мысалға, бастықсың ба, директорсың ба, или там мұғалімсің ба, мысалға. Әр маманның, мысалы, арманы болады ғой ол.
менде кезінде әкем құрылысшы болған. Ақ Орданың қасында Қазақстан театр тұр ғой, сол әкем салған. Сол фирмада ол 6 жыл жұмыс атқарған. Туған ағам қазір Алматыда мысалы руководитель проекті болып жұмыс істейді. Ол да мен мысалы жұмыс құрылысын көрсетті. Сол құрылысқа мені алғаш рет әкелген, таныстырып, бәрін көрсетіп, осыған жеткізген мысалы. Мен маманым электрик. Жақсылан, прораб жақсы істеп жатыр. Өзім бұрсын жұмысын алып баратыр. Пландар алға жақсы болып жатыр жұмыстарымыз. Мінезі кәдімгі, нормальный мінез. Жақсы. Ответственный жұмысты істейді дұрыс. Маманы бәрі. По проектім бәрін жұмыстарды алып барып жатыр. Бүкіл 3 ағамда құрылыс саласында істеген. Кезінде туған анам маляр болып істеген, ішкі жұмыста, стройкада. Бұлайша айтқанда жанұямыздың бәрі осыдан өткен. Енді мен де содан қалыспай, қисық жолмен, басқа жолмен кетпей, соны жалғастырып дегендей. Біздің жұмысымыз мына тас қалаушы, мына газоблок қалаушы, жұмысын сосын сапалы қалап, бұны әрбір қышты өзінің уровеніне қойып, ертең бұрын егесі бар, квартира сатып алған тұрғынның сапалы тапсыру біздің міндетіміз. Енді әр бөлменің өзінің ұзындығы, ені барлық диагонал деп айтылады. Ол диагоналын шығарып тапсырамыз. Мынау Жасұлан деген прорабымыз бар, өзі каждый метрде тексеріп қабылдап алады. Одан кейін сапа жағынан да тексеріп алады. Сол енді біздердікі. Еңбегіміз осы. Мен негізі Астана құрылыс техника колледжіне түстім мен. Мамандығым негізі диплом бойынша электргазбен дәнекерлеуші. Туған ағам Дамир ол кезде мастер болып істеген жас кезінде. Мен сол оқуымды бітіргеннен кейін ол мені өз жұмыстан алды. Электргазбен дәнекерлеуші болып. Тәжірибе жинасын деп. Мысалы, әлі есімде бар. Хоть жасы 16-та болсам да, объектіміз бізде Ахмет Жұбанов и Амангелді Иманов көшесінде қиылысқан жерде болған екен. Сол үйді салғанбыз. Мені ең алғаш күні алып келді. Сол кезде 2014 жыл. Осы фирмаға келгелі осы Жасұланмен істесіп жүрміз енді. Жақсы жігіт, енді көрсетеді білмегенді, алға жетелеп жүретін жігіт енді. Не деймін сен? Бұл жақсы бала өзі. Жақсы жұмыстың қарайды, білмегенді үйретіп кетеді, сапасын тексереді. Таңертең кешке бәрін қадағалап, біздерді сапалы мына этаждарымыздың бәрін қабылдап алатын жақсы жігіт. 12 жыл құрылыс саласында жұмыс істедім. Бұлай қарасам 2013-тен бастап құрылыс саласындамын ғой. Ішкі жұмыстан бастадық қой. Рабочий боп деген сияқты ғой. Бригадамен, гипсогардон, терезе деген сияқты плотниктің жұмыстарын істедік. Жайлап, ол жерде 2,5 жыл бұлай қарасаң уақыт өтті. Плотник болып жұмыс істеген. Одан кейін рабочий болып та істедік жұмыс. 2018-ден бастап Теміртау қаласында монтажник болып кіргем металлоконструкцияға. 2 жылдай мастер болып жұмыс істедім. Жайлап осы дәрежеге жетіп отырмыз ғой. Енді күнделікті азандағы таңертеңгі обходқа шыққан кезде каждый подъезді бір орында тұрып, басымызды айналдыра, былай полный қарап өтеміз. Кеше күннен салыстырғанда не бітті, мысалға не бітпеді. Айналдыра, былай полный қараймыз. Мысалға не алу керек, не салу керек, не басталмады, сөйтіп қараймыз да подрядный организацияға жазып жібереміз. Мысалға мынау бітпеді, мынаны салу керек, мынаны бастау керек, мысал ретінде бәрін айтып отырамыз. Олар бізге обратный связь дегендей, болды жақсы қазір бастаймыз, мысалы ертең бітеді, түс қайта бітеді деп осыны бізге айтады.
Ол бізде бірінші подъезд, келесі подъезд бізде 2, мына 12 этаж, мына бізде 9 этаж. Әрмен қарай обходты полноценный дегендей былай сыртжақпен айналып өтеміз да, ар жақ пандуспен төбеге шығып кетеміз. Құмдары жеткілікті ма, сулары бар ма, цементтері бар ма, жұмыстары не қажет, мысалға бәрі жетіп жатыр ма деп соның бәрін сұраймыз. Сол жұмыс уақытында бізде қалай барлық адам жұмысқа әртүрлі қарайды ғой. Чертеж бар, чертеж береді, проект бойынша жұмыс істейсің конструкцияда. Ол жерде сварканың жұмыстары бар, и сборка дейді. Сборка ол монтажниктер, сборщиктер жұмыс істейді. Металлды жинап береді, сборка и обваркаға береді сварщиктерге. Енді білмеймін, енді мен үшін мысалы ауырлық көріп тұрған жоқпын. Этаждарда жүру, крышаға шығу, тіпті біз 20 этаждық үй салдық. Білім 2-де 18 этаждық үй салдық. Мына бізде байлықта 12 мен 9-дықтар. Еш қиындық жоқ төбеге шығатын. Өткенде біз жаспыз. Үлкен кісі болсам да, мысалы, шығатын едім. Өткені ол біріншіден денсаулыққа пайдалы. Кішігірім тренировка, былайша айтқандай. Кішігірім разминка, былайша айтқандай. Еш қиындығы жоқ. Енді артықшылық болғанда көп пайдалы зат береді. Мысалы, көп адамдармен сөйлесесің. Тіпті технадзор болсын, басқа бір директор кісілер болсын, әріптестермен танысасың. Сол кісілермен сөйлесесің. Көп пайдалы информация жинайсың, мысалы. Көп білмеген нәрсені біліп аласың. Сондай да, басқа мысалы жұмыстарды жүріп жатқан кезде қарап тұрасың. Сол үйреніп аласың да, и зато өзі де пайдалы бола ма? Қазақстанда құрылыс саласы тәуелсіздік алғаннан кейін қарқынды дами бастады. Әсіресе Астананың салынуы құрылыс индустриясына үлкен серпін берді. Қазіргі таңда Қазақстанда заманауи технологиялармен жабдықталған көптеген құрылыс компаниялары жұмыс істейді. Олар тұрғын үйлер, әкімшілік ғимараттар, өнеркәсіптік нысандар және инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруда. Әлбетте, біздегі құрылыстағы ең басты бағыт тұрғын үй құрылысы. Елімізде жыл сайын 20 миллионға жуық шаршы метр тұрғын үй салынады. Осылайша қарапайым құрылысшылар қаншама адамның отбасының армандаған баспанасын тұрғызып, ел игілігіне еңбек етуде. 8 айдан кейін мастер болып орналастық. 2,5 жылдай уақыт мастер қызметінде істедім ғой. Одан кейін осы Астанаға келдім. Ол жұмыстан шығып, Астанада мастер болып тоже кірдім. 1,5 жылдай мастер қызметін атқардым. Общий строй ғой. И қазір прораб қызметінде жұмыс істеймін. Әр жұмыстың өз қызығы бар ғой. 12 жыл мысалы стройкада өміріміз өтті. Әр саланың өз қызықтары, шыжықтары дейді ғой, бәрі болады. Қиыны да, жеңілі да деген сияқты. Қалай айтсам болады? Әр түрлі адамдар болады. Мысалы, кейбірлер жарты сөзден сені түсінеді. Кейбірлер сол жарты сөзінде түсінбей басқаша ойланып кетеді. Мол, ойлайды, сен оған хотя бы сабыр болып түсіндіріп атсан да, олар соны керісінше ойлайды. Мол, сен жамандықпен айтып отқандай болады. Сен сол информацияны жеткізу білуің керексің. Олармен тіл табысу білуің керексің. Адамдарды, мысалы, оқу білуің керексің. Сөйлесіп тұра, и сразу сканерлеу, оқып алуың керексің сен сол адамды. Адам көп стройкада, көпшілікпен араласасын, ойың бөлінеді, неше түрлі білмегенді білесің, араласасын деген сияқты, адамды білесің. Солай уақыт өтеді, әр жұмыстың өз қызығы бар ғой. Шыдауына шыдайсың ғой. Обход енді күнделікті 8-ден 10-ға дейін болады, 8-ден 11-ге дейін болады, тіпті может даже 8-ден
тура 12-ге дейін далада жүреміз. Енді қазір қысқы уақытта сәл тоңып қалатын бар енді. Келіп, бір 10-15 минут жылынамыз, қайтып шығамыз. Ол обход істеп жатқан кезде кісілер келеді, мысалы сұрайды, бізге подряд болғаннан кейін бізден сұрайды, мынау қалай болады, мына жерде қалай нетеміз, или біз оларды кездестіреміз, біз олардан сұраймыз обход уақыты кезде, мынаны қашан бітіресің, мынаны мысалы ертең бітуің керексің мысалға, мынаны уже бастау керек мысалға. Обходта бәрін қарап енді жүресің, и солай обедке дейін уақытын сөйтіп өтеді. Обед уақытымыз сол 12-ден 1-ге дейін, 1 сағат тамақ ішеміз, демаламыз. Сол 1-ден бастап әрмен қарай шығамыз, күнделікті обход жалғастырып. Этаждарым бар, асты-үстім бар, күндізгүні обходта жүреміз. Документ турлайсың, журналдар толтырасың, техника, шопырлар табелмен келеді, кешкісін қол қояды. Азанда қанша уақыттан бастадық, қанша уақытын жабасын. Сөйтіп, сағат 8 болады, 8:30 болады. Жұмыстан шығамыз да үйімізге барып демаламыз. Физически деп айта алмаймын. Біз енді сапаға қараймыз ғой. Обходта көп жүреміз, далада көп жүреміз. Қараймыз, сапаға қараймыз. Жұмыс береміз, олар келеді, қабылдайды. Проект бойынша чертеж береміз, проекті береміз. Жұмыстарын істейді. Біз қателіктер болса, біз айтамыз. Олар не алады, жөндейді. Қате болса түзеледі деген сияқты ғой. Қателіктер болады, болмайды емес. Любой салада болады. Енді болдырмауға тырысамыз. Әр адам қателеседі. Бірақ оның артынан түзеп істеп отырамыз ғой. Мен 2021 жылы үйлендім. Қазір әйелім бар үйде. 2,5 жастағы қызым бар, тұңғышым. Құдай қаласа қазір марттың басында ұлды боламыз. Алла жазса. Еще в период наших отношений почему-то я всегда думала, что вот с него именно выйдет хороший папа. В плане того, что он именно к детям относится хорошо. Вот у меня племянники были, когда мы вот встречались. Он тогда ходил, и я думаю, это большой показатель, наверное, того, что он отличный отец. Вообще его характеристика, да, сам какой он. Он сам по себе спокойный. У него нет никаких там нервных срывов, он всегда уравновешенный. Ну, как бы ко всему относится очень спокойно. Всегда на первом месте у него семья, он большой семьянин, с большой буквы можно сказать даже. Все наши прихоти, все наши желания удовлетворяются в один миг. Нам достаточно только пожелать, вот, допустим, и все. Можно сказать, я могу с уверенностью сказать, что он хороший семьянин. Как человек, он тоже очень коммуникабельный. Бізде былайша айтқанда қатты демалатын уақыт та жоқ. Өйткені бізде жұмыстың графигі 6-да 1, 6 күн 8-ден 8-ге дейін жұмыстамыз. Хобби дегенде біздің құрылыс компаниядан мынау палуан фитнеске бізге годовой абонемент берді. Барып тұрамыз, әріптестермен барамыз жұмыстан кейін. Жоқ болса бір демалыс күні 1-2 сағатқа барам. Басқа да хобби болған кезде, мысалы, футболмен айналасам. Сразу прораб болуға оңай емес. Оны оқып алу ең бірінші кеңесім. Ол диплом алғаннан гөрі, мысалы, баста да бірнеке болу керек. Ол бізге қазір высшее образованиемен келеді, бірақ баста, мысалы, тәжірибе жоқ. Ол тәжірибені алу керек. Прорабтың атқаратын жұмыстары азанда кешікпей келу, кешкісін берілген уақытта қайту. Ол бір. Екіншіден, өз жұмысшыларын бақылау. Үшіншіден, сол осы проект, бізге проект беріледі ғой. Сол проектпен жұмыс жасау, проектті оқу білеу. Сол проектпен подрядчиктерге, мысалы, түсіндіріп беру. И согласно сол проектпен бәрін бақылап, тексеріп жүріп өту. Ауырлық салатындай ештеңке қазір көріп тұрған жоқпын. Келем, жұмысымды атқарып өтем, 6 күнім өтеді.
бір күн демалысқа шығам, болды, ауырлық жоқ. Ол мамандық оқығанмен көп жерде өзінің қабілетін болмаса, практика жөнінде. Практика бәрібір адамның қалай екенін білдіреді, жұмыс істеуге. Тәжірибемен келеді. Жай келе салып, оқу теория басқа, практика басқа ғой, былай қарасаң, сол мәселе. Енді Құдайға шүкір, бәрі жеткілікті. Бала шағамды асырап жатырмын, отбасымды асырап жатырмын. Автокөлік алдым осы жұмыс арқасында. Қазірде мысалға тағы ақша жинап жатырмыз. Бастаған капитал бар енді. Енді осы жұмыстың арқасында Құдайға шүкір, енді ризамыз. Бәрі жеткілікті, жеткізіп жатырық. Құрылыс архитектурадан арқау алған тұтас бір ғылым. Құрылыс экономиканың қозғаушы күштерінің бірі. Құрылыс әлеуметтік маңызы бар сала әрі кәсіп. Сондай-ақ құрылыс шығармашылықтың бір түрі. Мысалға, Астанада сымдай көтеріліп аспанмен астасып жатқан биік ғимараттар бір-біріне ұқсамайды. Әр қайсысының өзіне тән ерекшелігі, реңі бар және құрылымы бөлек. Әр ғимаратта сәулетші мен құрылысшының қолтаңбасы көрінеді. Гюстав Эйфель деген инженер құрылысшыны естуіңіз бар ма? Таныс есім, е? Бұл қазіргі Париж қаласының дидарын өзгертіп, сұлулықтың символына айналдырған адам. Ол әйгілі Эйфель мұнарасын жобалаған француз. Оның конструкциялық шешімдері мен болатты пайдаланудағы шеберлігі бүкіл әлемнің таңдайын қақтырды. Бәлкім, Қазақстаннан да жаһанның жауһарына айналар ерекше және ұлттық бояуға қанық ғимаратты ойлап табар құрылысшылар да шығар. Қорыта айтқанда, сондай ірі жобаларды жүргізетін озық ойлы маман мен күрек ұстап лай езген қарапайым жұмысшы, құрылысшының да еңбегі қоғам үшін маңызды. Өйткені олар бірлесе жұмыс істегенде ғана ерекше әрі сапалы кешендер көрініс табады.